Желіде шұғыл ақпарат тарады. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Алматы облысы Жалпақсай ауылында 13 жастағы жасөспірім көлік жүргізіп, соңғы адам өліміне әкелді. ВАЗ бен Hyundai Grandeur көліктер соқтығысып, 2 адам қаза тапты. Жол көлік оқиғасына Лада көлігінің 34 жастағы жүргізушісі күдікті. Ол бассы жолда келе жатқан көлікке жол бермеген, салдарынан 13 жастағы жасөспірім жүргізген Hyundai бағанаға соғылды. Ол ауруханаға жеткізілді. Лада жүргізушісі мен жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Полиция жағдайдың егжей-тегжейін, соның ішінде 13 жастағы баланың рөлде қалай болғанын тексеріп жатыр. Оның ата-анасы жауапқа тартылып, 80 мың теңгеге дейін айыппұл салынады немесе 10 тәулікке дейін қамауға алынады. Соңғы шешімді сот шығармақ. Жетісу облысында 5 адам қаза тапқан жол апаты алқабилі жүргізушіге қатысты үкім шығарды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.